Сәлемдесілік, тегін сабаққа қош келдің. 2026 жыл ұбт-да физика, математика, информатика таңдап грантқа түсудің нақты 3 стратегиясын осы сабақта айтып беретін боламын. Сабақ ұзақтығы небәрі примерно 20 минуттай уақыт алады. Сабақты қазір қарамасаң, доступ кейінге жабылып қалуы мүмкін. Сондықтан сабақтың соңында еще 2025-те нағыз ұбт-да келген топ 5 сұрақты көрсететін болам. Соларды сәтті тапсырсаң, FM онлайннан гарантированно сыйлық алатын боласың. Бірақ алдымен сабақты соңына дейін қарап шығып келсең, кеттік. Бірінші танысып, менің есімім Мұхамеджан Нұрболат, оқушыларым еркелетіп мені Шаринgan ағай деп атайды. Неге Шаринgan дейтін болсаң, 3 минутта 18 есеп шығаратын скорость бар, және де BC деңгейлі есептерді көзбен шығаратын әдетім бар, кейін көрсететін боламын. Жақсы ма? Осы видеоның ішінде FM онлайн негізін қалаушымын, тәжірибем 12 жыл, екі көрсеткіштердің ұстазымын, яғни 2022, 2023, 4 және 25 жылдан рекордсмендерін оқытып шықтым. Кейінірек оны тізіп шығатын болам. Кімдер екендігін екі негізгі білім бар, ол карготу және де карго, яғни бұл мені жай ғана педагог емес, инженер педагог етеді. 2023-2024 оқу жылдарында ұлттық тестілеу орталығының серіктесі атандық, және де Айқанат мектептерімен 2 және биылғы мен санайтын болсақ 3 жылдық серіктестігіміз бар. Осы уақытқа дейін ауыл, лицей, гимназия, дарын, ниш сияқты мықты мектептерде сабақ берген болатым, және осы уақытқа дейін 1200-ден астам оқушыны оқытып, олардың біраз бөлігін грантқа түсірдім. Сол грант саған да жұғысты болсын. Әумин деп қойып отыр. Арасында мінекей Нұрислам, мен оқытқан ең алғашқы рекордсменнің 138 балдың иегері, ол кезде физикадан 45-тен 45 жинап, осынша жоғары балл жинаған болатын. Міне, одан кейін Самат 36 балл алды, я. Одан кейін Абылай 38 балдың иегері атанды, одан кейін Ардақ, мінекей, я. Одан кейін Қазақстан бойынша ең жоғарғы балдың иегері Мамбай Қаныбек 39 балл алып шықты. Яғни сіздерге де жұғысты болсын дегім келеді. Құдай қаласа 2026 жылғына рекордын бізден шығады деп 100% сеніммен күтіп отырмыз. Осылай, сонымен осы рекорд қойған оқушылар не жеп пысық болып кетті деген сұрақ қой. Яғни сен де сондай бала аласың ба деген. Яғни ешқандай магия жоқ, бар болғаны негізгі 3 стратегия бар. Міндетті түрде соны білетін болсаң және оны істейтін болсаң, міндетті түрде солардың нәтижесін қайталай аласың. Ол үшін қазір егер дәптер ручка болмайтын болса, менің кеңесім сол дәптер ручканы алып отыр, немесе заметкаға міндетті түрде түртіп отыр. Жақсы ма? Келіссек, бастаймыз. Біріншісі, дұрыс жоспар құру. Жоспарсыз дайындық негізі көп жағдайда осы хаоссыз дайындық деп айтамыз ғой. Қанша көп оқысаң да балдың өспеуінің бір себебі болып табылады. Аралығында бар шығар, оқисың, яғни күніне 5 сағат танайсың, күніне 10 сағат танайсың, бірақ прогресс көре алмай жатырсың, ол балың өспей жатыр. Неге? Себебі жоспарсыз дайындық хаос қайналады, формула мен тақырыптарды басында каша болып жүреді. Мысалы, былай айтайын, сенің оқып жатқан тақырыбың бір бөлек, шығарып жатқан есептерің бір бөлек, мектепте мүлдем басқа тақырып. Бұл үлкен проблема. Яғни бұл жерде дайындық бар, бірақ жоспарсыз, сондықтан сенің миыңда каша болып жатады. Каша болғаннан кейін сен іздеген ақпаратыңды миыңнан тез таба алмайсың. Болатын еді ғой, тілімнің күшінде жатыр, қазір айтам деген затта, немесе бегелен деп жатқанда ойланасың, мен аны қайталап өттім ғой, мен негізі неге білмей жатам деген өзіңді кінәлау сезімдері болады. Неге? Өйткені сенің дайындығың жоспарсыз болып жатыр деген сөз. Жақсы ма? Так, енді жоспар құрудың негізгі, мынандай бар еді ғой, мен ұбт-ға қанша уақыт дайындалсам болады деп ше, 2-3, 23 пишется слитно деген сияқты. Негізі менің кеңесім күніне 5 сағатыңды міндетті түрде арна. Әрине одан да көп арнап жатсаң тіптен тамаша, бірақ күніне 5 сағат бұл как минимум. Енді осы жерде сенде жоспарлау түрлері бар. Жылдық, айлық, апталық, күндік. Мен қазір енді күніне 5 сағат арнайтын болсаң, сен аптасына 30 сағатын арнай алады екенсің. Жексенбі күні демалыс деп қарастырдық. Және айына 120 сағат болатын болса, бұл 8 айдың ішінде 960 сағат. Ойлашы, сен 960 сағат бойы сен бір затты дайындалатын болсаң, сенің нәтижең қандай болады? Көрдің ба? Сенің күнделікті 5 сағат дайындығын қандай үлкен нәтижеге алып келеді. Күндік жоспар ретінде менің кеңесім 2 сағатында бірінші бейіндік пәніне арна, 2 сағатында екінші бейіндік пәніне арна. Неге? Себебі сенде 140 балдан 100 балы бұл сенің бейіндік пәндерінде жатыр. Бірақ
негізгі пәндерді ұмытып кетпей. Көпшілігі сол негізгі пәндерден кейде қадалып қалып жатады. Неге? Өйткені оған тіптен де көңіл бөлмей қойып жататын кездер. Ол тарих, оқу сауаттылығы, мат сауаттылығы деген сияқты. Оларға міндетті түрде күнделікті 1 сағат уақытында арнап отыр. Кесіп пе? Енді осы жерде менің кеңесім дайындықтың өте бір жақсы үлгісі ретінде мына помодоро әдісін ұсынамын. 25 минут ештеңеге алаңдамай сабағыңды ғана оқисың, яғни видеоны қарайсың, конспект жазасың, үй жұмысын шығарасың, есеп шығарасың деген сияқты сенің назарыңды ештеңе аудармау қажет. Мысалы, даже сотканың тың деген дауысы да, яғни ешкім сені мазаламайды, ешкім сені ешқайда жұмсамайды. Сен айтасың, мен осы уақыттарда жоқпын сіздер үшін деген сияқты да. Яғни 5 минут уақытында білгеніңізде демалып алуға кеңес беремін. Жүріп қайтасың ба, сотка шұқылайсың ба, бірақ 5 минутты конкретно өзіңе арна. Одан кейін қайтадан 25 минутты қайтадан сен ештеңе мазаламайтындай етіп фокус қойып оқисың, 5 минут демаласың, дәл осыны 2 рет тағы да қайталайсың, ең соңында тағы да 30 минуттықта демалыс алып алуға болады. Яғни бірінші бейіндік пән мен екінші бейіндік арасында 30 минуттық кемінде демалыс қажет. Етпесе олай болатын болса, онда сенің миыңда каша пайда бола бастайды. Егер сен информатиканы алсаң, информатика, математиканың границасы қайда екенін түсінбей қалуы мүмкін. Келісіп пе? Енді осы жерде тағы да паретто әдісі деген бар. Бұл жерде сирек келетін тақырыптарға тым көп уақыт құртпа. Мысалы, мені білетін кейбір балалар болады. Физматтар, мен оптикадан қиналып жатырмын дейді. Шырағым, сен оған дейінгі бүкіл тақырыпты өттің бе дұрыстап? Өйткені оптикадан үш-ақ сұрақ келеді. Әрине, контекст келетін болса, саған біраз бала келіп беріп қалуы мүмкін. Бірақ негізгі бекітілген дүние ол жерде 3 қана сұрақ. Мысалы, кейбір балалар бар, мен СТЕ-ні шығарамай жатырмын, ол бір ғана балл береді. Всегда бір ғана балл береді деген сияқты. То же самое, мысалы, математикада да өте сирек келетін тақырыптар бар. Дәл сол сияқты, информатикада дәл сол сияқты, география дәл сол сияқты, химияда да сондай заттар бар, Сондықтан информатикада да сондай тақырыптар бар, Яғни ол тест жоспарында негізі бекітілген және ол берілген. Сондықтан менің кеңесім өте сирек келетін тақырыптарға көп уақытында құртқанша оны түсінуге тырысып, лучше ең көп балл беретін тақырыптарға фокус қоюды үйрен. Мысалы, ФМ оқушылар ОБТ-да қандай тақырыптар жиі келетінін біледі, и соларға фокус қойып, балдары тез-тез өсіп жатады. Яғни байқасыңдар, ФМ онлайнның нәтижелер деген парақшасынан көрсеңдер болады. Енді осы жерде ФМ онлайн сабақтары примені бағана помодоро әдісін қолдана, яғни ескере отырып жасаған 20-25 минутты уақыт алады. Яғни біз бір тақырыпты 2 сағат бойы езіп отпаймыз. Яғни сен конкретно бір тақырыпты сол 20-25 минуттың көлемінде жақсылап түсініп аласың. Яғни бүкіл кітапта берілген тақырыптарды басына 20-25 минуттың ішіне сыйдырып тастағанбыз, жүйелеп отырып. Енді осы жерде менің сөзіме дәлел ретінде, әрине осы 2025 жылда оқу жылында ең алғаш физикадан 50-ден 50, яғни бүкіл Қазақстан бойынша қойған Ақылбектің нәтижесі, және де әрине 2 рет ОБТ-да да математикадан 50-ден 50 нәтижені көрсеткен арғы нәтижелі менің сөзіме дәлел бола алады. Пайда болып жатса, міндетті түрде жазып, түртіп отыр, жіберіп алма. Өйткені миыңда сақтаған дүние кейін есте қалмай қалуы мүмкін. Ал егер жазып қойсаң, сен оған қайтып орала аласың. Кеттік, екіншісі, грантқа түсуге көмектесетін екінші стратегия. Дайындықты рабочий әдістер қолдану. Ол қандай? Бағана помодоро әдісін көрсеттім, және паретто әдісін көрсеттім, ол кәдімгі өмірде орындалдыңсың да, және одан бөлек тағы да бір әдістер бар. Ол қандай? Бірінші, мысалына былай мүмкін. Физикадан жоғары балл аламын деп, форма жаттай беру не рабочий методика. Бұл уже ескірген методика болып табылады. Әрине, форма білу бұл тек базалық функция ретінде айтсақ болады. Бұрын мүмкін форма білсең алып кете берген шығарсыңдар, мүмкін ағаларың, әпкелерің, мысалы, кейде мұғалімдер де айтуы мүмкін, бірақ ол қазір базалық деңгейде қалып кеткен десем болады. 30-дан асыру үшін сен уже формуланы жаттау, даже 20-дан асыру үшін де формула жаттау жеткілікті деген сөз емес, Маған сенің нәтижең жоғары болуын қазір ең заинтересован адам мен болып табыламын. Жақсы ма? Кеттік, survey әдісі деген бар. Бұл қандай? Мысалы, бұл Марс ғаламшар радиусы берілген, массасы берілген, еркін түсу үдеуін тап дейді. Осы жерде мысалы сен қиын дейтін формуланы біліп, бұл жерде кәдімгідей формуланы түлендіріп, есептеп қойып, калькулятор пайдаланып, жоқ, саған өйтпей-ақ қойсаң да болады. Неге? Өйткені саған маңызды деген планеталар, ол күн жүйесінің планеталар, белгісіз планета десе ол басқа әңгіме, бірақ күн жүйесінің планеталарын еркін түсу үдеуін білу, бұл нормально. Соның ішінде ол қайсы?
ең көп айтылатын жер, ең көп айтылатын ай, ең көп айтылатын әрине Марс. Осы үшеуін жатқа білу саған өте қатты көмегін береді. Одан бөлек тағы шолпанды білсең, күнді, Юпитерді білсең, уже әжептәуір. Бірақ бәрін білсең, тіптен тамаша. Бұндай кезде мысалы с деңгейде есепті сен шығармай ақ дұрыс жауап белгілеп кетсең болады. Айтпақшы, егер физмат таңдаған болсаң, осының жауабын ізденіп бір көр, қалай білсең, бір-ақ секундтың әңгімені және 2 балды алып кете саласың. Білмесең, бұл уже 3 минут есеп шығарып отыру керек деген сөз. Жақсы ма? Түсіндіре алдым ба? Survey әдісі. Саған именно не керектігін бірден формула жазып кете берудің қажеті жоқ. Не сұрап отыр, соған өте қатты назар аударуың қажет болады. Екінші әдіс, бұл тағы да survey әдісі, бұл математикада қолданылуы, мысалы мына жерде келтірейік. Яғни модуль ішінде 5 минус x және оның дәрежесі бар, x плюс 1 деген ол теңестіріледі бірге дейік. Осы теңдеулерінің, яғни бұрынғы мысалы есептерде теңдеулерін тап дейтін болса, қазіргі есептер мүлдем басқаша. Қазіргі есептердің құрылымы, яғни түбірлерінің қосындысы, түбірлердің квадраттарының қосындысы деген неше түрлі қолданбай сұрақтар қойылады. Бірақ ол ұбт-да өзгерген жаңалықтар осы. Енді не істейміз? Бұны да математикаға салып шығарып отырудың қажеті жоқ. Түсіну керек та, яғни теория білсең, спокойно деп шығара салып отыр. Қалай? Дәреже қандай жағдай болған кезде, бір деген санды қалай ала аламыз? Дәреже 0 болған жағдайда. Плюс 1 тұр, значит x-ның орнына минус 1 болу керек, иә? Болды ғой? Яғни x орнына минус 1, яғни сол жерде 0 деген сан шығады. Болды, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ді береді. Болды, яғни бір жауап тауып қойдық. Екінші, модуль, яғни кез келген бірдің дәрежесі бәрі 1-ді береді. Яғни 1-дің минус 1 дәресі 1-ді береді. 1-дің 0 дәресі 1-ді береді. 1-дің 1 дәресі 1-ді береді. Яғни 1-дің 2 дәресі тоже 1-ді береді. Яғни сондықтан мен модульдің ішінен тағы да бір түбір алуым керек болады. Яғни мысалы 4-ті қойсам 5 минус 4 тең болады 1. Аха, минус 1 жауабы және 4 бір жауабы. Бірақ осы жерде модульді ұмытпаймыз. Модуль ішінде болады минус 1-де модульден не болып шығады? 1 болып шығады. Сондықтан мына жерде не болуы мүмкін? 6 деген сан болуы мүмкін. Сонда бізде 6 деген сан бар, 4 деген сан бар, яғни 10 болатын болса, және де минус 1 деген сан бар. Көрдің ба? Бірақ мынаның кәдімгідей тақтада отырып шығару жолы енді айуандау енді. Үйдіп, ми қатырып отырғанша саған білу керек, кез келген санның 0 дәрежесі 1, 1-дің кез келген дәрежесі 1. Осы екі теорияны білу арқылы сен спокойно деп есепті шығара сала аласың. Келесіз бе? Бұл survey әдісі. Яғни не істейміз? Сенен не сұрап тұрғанына назар көбірек аудар, чем соны бірден тапсырманы орындап кеткенше. Келістік? Және де Feynman әдісі деген бар. Feynman әдісі бұл не дейді? Pick and study a topic дейді. Яғни бұл не? Explain the topic to someone. Яғни сен біреуге түсіндірген кезде жақсырақ түсінесің. Және де сенің түсінгеніңді қалай тексере алуға айтайын ба? Кішкентай балаға түсіндіріп бере алатындай жағдайда болсаң, онда сен сол тақырыптың майын ішіп қойғансың деген сөз. Яғни мысалы айтақ ойлашы, тригонометрияны сен 5 жастағы балаға түсіндіре алсаң, ойбой, сен мықтысың, майындау керек. Жақсы ма? Одан айтамын, тексеріп көріңдер. Яғни әрине ондай деңгейге қалай жетемін десең, сен өзінің білгеніңді класстастармен бөліссең болады. Осы да саған, яғни бір қарағанда сен біліммен біреуге бөлісейін деп жатсың да, бір жағынан ол сауапты іс, бір жағынан сен өзің жақсырақ түсініп бастайсың. Бұны біз Feynman әдісі деп атаймыз. Айтпақшы, Feynman бұл Нобель сыйлығының иегері. Нобель сыйлығын алмау адам алмайды, ол түсінікті шығар, иә? Кеттік, дальше. Осы жері FM онлайнда негізі оқушыларды тек рабочий система береміз. Оның ішінде мысалы біз үшін мынандай момент body системасы қоспаймыз. Өйткені бізде әр оқушының несі энергиясы және уақыты өте маңызды. Яғни body, яғни бұл жұптық жұмыс дегенде естіген шығарсың. Яғни бұл айтқан кезде сенде сондай оқушы болады, чтобы сенімен бірге жұмыстанатын. Өйткені бір-біріңді түсіндіріп бергенде бағанағыда айтып өттім, жақсырақ түсініп бастайсың. Сөз меделі мысалы Бегарс пен Сәнжандалға екеуі бірге дайындалды. Екеуі бірге жұптық жұмыс жасады деген сияқты, және балдарын қарайтын болса, екеуі де математикадан 50-ден 50 алған болса, физикалары 46 бекада, және де Сәнжанда 45 балл. Екеуі де грант иегерлері атанды. Сендерге де жұғысты болсын, осы балдары 25-27 балл иегерлері. Сонымен, кеттік үшінші стратегия, жазып отырсын деген үміттемін. Грантқа түсуіңіздің үшінші стратегия бұл әрине мотивациялық система. Мынандай момент, ұбт-ға дайындалу барысында жалпы өзін марапаттау системасын енгізбесең, выгорание өте оңай түсіп кетуі мүмкін. Уже кейбіреулер уже выгораниеде жүргенін шығарсыңдар. Неге өйткені мотивациялық сетка қойылмаған.
ол қалай? Мысалы, выгорать етіп жататын уақыт жоқ сенде. Выгорать етіп жатқан өзіңді өзің қайта кінәлап жеп қоя бастайды. Өйткені сен жасауың не үшін выгорать етесің? Сен өйткені жасауың керек заттарды жасамағаннан негізі выгорать етесің ғой. Бірақ каким-то образом ол жасалынбай жатыр деген сияқты. Енді осы жерде мен саған андай бір жеңілдік ұсынамын. Ол қандай? Өзіңе осы аптада мына тақырыпты аяқтасам, сүйікті киномды қараймын, сүйікті дорамамды қараймын, сүйікті анимемді қараймын деген, немесе футболға барамын, боксқа барамын деген сияқты өзіңе не бересің? Хоть даже свидание мысалы. Суть қандай? Сен осы аптада мына тақырыптан аяқтасың. Кейбір балалар болады, керісінше жасайды, бірақ не істейді? Яғни киномды аяқтағаннан кейін сабақ оқу обычно шайған әңгіме. Өйткені ол кезде түн болып кетеді, ұйқың келеді деген сияқты. Сондықтан бірінші сен керек нәрсені істе, одан кейін өзіңді марапатта. Наоборот, істемеуге тырыс. Қарапайым мотивацияны қойып өзіңе үйрен. Мен мысалы бір мысал келтірейін. Менде нешта бір оқушы болды. Мен есептерді кейде қиын қылып беретінмін. Сол кезде айтатын бір бала, мен мына есепті шығарсам, ағай өзіме донер алып берем деген сияқты да. Өзіңе де сондай мотивация қойсаң болады. Келістік? Енді осы жерде біз FM онлайнда өз оқушыларымызды қалай мотивацияға бөлеп оқытамыз. Қараңдар. Біріншіден, егер сен нағыз ұбт-да 45-тен жоғары алсаң, саған 5000 теңге өз атымнан көріндік беремін. Әрине, 50-ден 50 қойып жатсақ, онда 50.000 теңге сенің қалтаңда. В общем, ары қарай талтаңдасаң, талтаңда ала беруші. Осы жерде тағы да бөлек, яғни бұл нағыз ұбт кезінде, қаңтар ұбт кезінде негізше оған дейін оқу барысында не істейсіздер дейтін болса, ол жерде бізде ішкі стипендия деген дүние бар. Яғни сен 11-ші сыныпта оқып жүріп та өзіңді студент сезімін сезіне аласың. Яғни біз осы уақытқа дейін 10 миллионнан астам теңге стипендия беріп үлгерген екенбіз. Оның ішінде қандай бар? Әрине ішкі жарыстар бар, мерчтері бар деген сияқты, бокстар бар, одан бөлек тағы ақшалай сыйлықтар бар. ПС дегеніміз бұл әрине практикалық сабақ бонустары деген сияқты, альпен алып жатамыз деген сияқты да. Бұл да батқаны мотивация болып табылады. Одан бөлек ең үлкен мотивациялардың біреуі әрине қаңтар ұбт-да ең алғаш болып 140-тан 140 балл иеленген оқушымызға біз осы Kia Sportage автокөлігін сыйлаймыз. Әрине біз бағана айтып өттім, 4 жыл қатарына рекорд қойып келе жатқан курспыз, яғни 140 балл алуға мейлінше жақын тұрған курспыз. Ескере салып өтетін дүние, физматтың ең жоғары баллы 139 және ол біздің оқушымыз болып табылады. Яғни бақыңызда 4 жылда 5 рекордсмен шығарып тастаған екенбіз. Шүкір, Құдай бере салған екен осыны. Және де өз рекордсмендерімізге, мысалы 134 балл иеленген Нұрсәтқа және де Аружанға миллион теңгелік сертификаттар беріп үлгерген болатынбыз. Яғни осы жылдың рекордсмендері. Осындай нәтижелер сенің де қолынан келеді деген ойдамын. Так что, егер қосымша сұрақтарың болса, осы нөмерге жазып біле аласың. Енді мен саған осы 3 негізгі стратегияны беріп өттім. Үшеуін де қолданатын болсаң, міндетті түрде жеңіске, яғни грантыңа жететін боласың. Осылай, енді төменде саған арнайы тест дайындап қойдым. Соны тапсырып жоғары баласаң, саған именно арнайы ұсынысым бар. Міндетті түрде тесттен өтіп, сол сыйлықтың қандай екенін біліп ал. Осымен қысқа да нұсқа мини курсымыз аяқталды. Саған пайдалы болды деген үміттеміз. Міндетті түрде тек қана басында ғана болмасын, мен айтылған заттарды өмірде қолдан. Сәттілік.